Қайырлы күн достар. Нағыз дәмді пицца мен мясной пирогтың рецептісімен бөлісейін. Екеуі де бір қамырдан дайындалады. Алдымен мискамызға 15 грамм ашытқы, 20 грамм қант, 10 грамм тұз, 50 грамм зәйтүн майы немесе сұйық май, 300 грамм жылы су және 300 грамм жылы сүт қойып, осы барлық қоспаларды қасықпен араластырамыз. Енді үстіне електен өткен 1 килограмм ұнды қосамыз да қамыр илейміз. Илеп болғаннан кейін сұйық маймен аздап бастырамыз. Жылы жерге 30 минутқа тындырып қою керек. Ашыған қамырды тағы бір рет бастырып қоямыз. Он минуттан кейін қамырды алып 200 граммнан 5 бөлік өлшеп аламыз да бетін жауып қоямыз. Ол кішкене көтерілгенше пирогтың қамырларын дайындаймыз. Қарасақ пиццаларымыздың қамыры да көтеріліп қалыпты. Оларды осы кезде біртіндеп алып, соус мен салмасын қалағанымызша дайындап салып пісіріп аламыз. Ал пирог қамырына өз салмасын салып, шетін өріп әсемдейміз. Бетіне жұмыртқа жағып, 180-200 градустық температурада пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма подписаться батырмасын басып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.